Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Исқазықызы. Бүгін сіздермен цераксон препараты туралы сөйлесетін боламыз. Цераксон препаратын балаларға беруге бола ма? Бұл препараттың инструкциясы бойынша әсері қандай? Және де менің өзімнің жеке ойым туралы бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, подписаться деген батырманы баса кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса қойып, менің каналымда активті болып отырыңыздар. Мен сұраудан жалықпаймын, сіздер подписка жасаудан жалықпай отырыңыздар. Ал енді цераксон туралы айтайық. Цераксон дегеніміз ол цитрикалин деген составтағы препарат. Бұл препарат негізі натроп болып есептеледі. Натроп деп, общий натроптар деп айтып жатамыз. Именно неврологияда бұрыннан келе жатқан препараттар это натропы. Бұл препараттар дегеніміз мидың қан айналымын жақсартатын препараттар деп жазылған инструкциясында. Бұл препарат жаңағыдай біздің миымыздағы жаңағыдай зақымдалған жасушалардың клеткаларын қалпына келтіреді. Инсульт кезінде, травмалар кезінде және мидағы әртүрлі процестер кезінде осы препаратты тағайындайды негізі дәрігерлер. Көп жағдайда үлкен ересек адамдарға тағайындалады. Бірақ біздің енді СНГ бойынша цераксон препаратын кейбір невропатологтар жаңағыдай сироп түрінде пайдаланады. Енді инструкциясы бойынша бізде цераксонның ампула түрі бар, яғни оны внутрімышечно және внутривенно салса болады. Одан кейін бар таблетка түрі бар. Таблетка түрінде ішеді ересек адамдар көбінесе, және де саше түрінде бар. Саше дегеніміз ол порошок түрінде суға араластырып ішеді. Және де жаңағыдай флакондағы балаларға көп тағайындалатын жаңағыдай ыдыстағы сироп жасап береді. Осы 4 түрі бар. Бұл препараттарды негізі жаңағыдай инструкциясы бойынша 18 жасқа толмаған балаларға және жүкті әйелдерге беруге болмайды деп жазылған. Өйткені бұл препаратты мысалы доказательная медицина деген осы термин ашылғалы, дәлелді медицина, қазақша. Бұл термин ашылғалы бізде бүткіл дәрілер сынала бастады. Яғни дамыған елдерде, мысалы Америка құрама штаттары, және де басқа да Европа елдерінде балаға да, ересек адамдарға да тек қана эффективтілігі дәлелденген препараттарды ғана жаңағыдай сатуға және тағайындауға рұқсат береді. Егер дәлелді медицина бойынша бұл препараттар рұқсат алмаған болса, Европа елдерінде және Америка құрама штаттарында дамыған елдердің ешқайсында қолданбайды. Бірақ біздің СНГ бойынша натроптар өте кең таралған, кең қолданылады. Енді өзімнің жеке ойым. Бізде енді неврология бойынша препараттар көп емес. Әсіресе біз бәріміз енді дәрігерлерге де оңай, мысалы бізге дәрі тағайындай салған оңайда бізге. Егер действительно миға көмегін беретін болса, действительно миға қан айналымын жақсартатын болса, қайтыс болған клеткалардың орнын толтыратын дәрі болса, әрине біз жазамыз. Біз қуана-қуана ол дәріні назначение береміз. Бірақ бұл натроптардың барлығы бізде дәлелді медицина бойынша жаңағыдай өздерінің эффективтілігін дәлелдей алмады. Яғни бұл дәрілер плацебо эффектеді, яғни адам дәрі салғаннан кейін, ой, маған жақсы болды, мен дәрі қабылдадым деп, адам өз-өзіне внушать етіп, өз-өзіне сендіріп, содан кейін адам жақсы болады. Оны плацебо эффектеді. Одан кейін барып, бұл препараттар мүмкін кішкене тонизирующий, яғни кішкене бір эффекттері өзінің бар шығар. Содан кейін адамның жағдайы сәл жақсарып қалатын шығар. Енді
оның себептері өте көп қой. Сондықтан енді қазір дәрігерлер де барлығы бізде СНГ бойынша бөлініп жатыр. Дәлелді дәрігерлер және дәлелді медицинаны пайдаланбайтын дәрігерлер деп. Кейбір дәрігерлеріміз бәрі баттармен емдейді. Қазір көп, баттардың түрлері көп. Кейбір дәрігерлеріміз именно жаңағыдай дәлелденген дәрілермен ғана жұмыс жасайды. Енді мен өзімнің жеке ойым, біздің балаларымызға тек қана дәлелденген, тек қана пайдасы бар, тек қана жаңағыдай балаларымызға ешқандай жаңағыдай кері әсерін тигізбейтін дәрі-дәрмек тағайындаған дұрыс деп ойлаймын. Мен өзім жеке ойым. Сондықтан мен өзімнің практикамда негізі бұл препаратты жаңадан енді бастап келе жатқан, жаңадан үйреніп жүрген кезде, біз жаңағыдай көп оқуларды оқымай тұрған кезде, сондай кездерде мен жасатын өзімде цераксонды, потому что бізге үйреткен кезде де солай үйретті да, енді цераксон бізде натурал жақсы препарат деп сөйтіп жазып беретінбіз. Бірақ қазір енді жаңа дәлелденген медицинаны больше оқып, больше жаңа сол медицинаға жаңағыдай внедряться етіп дейді ғой, яғни соны көргеннен кейін қазір мен уже балаларға тек қана дәлелденген препараттарды беруге тырысамын. Сондықтан мен жеке ойым, егер инструкциясында 18 жасқа толмаған балаларға беруге болмайды десе, бермеген дұрыс деп ойлаймын. Енді кейбір жағдайларда болады, балаға вообще нечем помочь дейді ғой, вообще көмектесе алмайсың да. Ешқандай жаңағыдай балаға еш нәрсе, не дәрі жоқ, не басқа көмектесетін заттар жоқ болған кезде, егер балаға бұл дәрілерде побочный эффект қатты күшті емес қой, сондықтан беріп жаңағыдай көремін десе, негізі оған қарсы емеспін негізі. Потому что уже крайний случай кезінде можно да, чтобы жаңағыдай баланың өмірін сақтап қалу үшін, немесе кішкене болсын, может бір положительный бір эффект көру үшін пайдаланып көрсе болады. Бірақ көп жағдайларда натурал препараттарды біз уже тағайындалмаймыз. Цераксон препараты негізі ересек адамдарға өте көп қолданылады, әсіресе инсульттан кейін, травмадан кейін, бірақ балаларға біз қолданбаймыз. Бірақ кейбір зерттеулер бойынша задержкалар кезінде, жаңағыдай ауыр жарақаттар кезінде, жаңағыдай ДТП-дан кейін, сондай моменттерде, инсульттан кейін, балаларда да қазір инсульт көп қой, сол кезде берсе болады деп жазылған. Енді оған плюс, минус, соның бәрін ойластырып, содан кейін бірақ бергені дұрыс. Егер осы мәлімет сіздерге пайдалы болған болса, немесе осы препаратқа қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, онда комментарийға жаза кетіңіздер. Сіздің балаларыңызға бұл препарат тағайындады ма? Және де сізге бала осы препараттан кейін қандай эффект болды балада даму жағынан? Соның бәрін жаза кетіңіздер. Барлық комментарияларыңызды оқимын, сұрақтарыңыздың барлығына уақыт болғанша жауап беруге тырысамын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Подписаться деген батырманы басуды ұмытпаңыздар, және бұл мәліметтермен жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.